Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қаймақ соусындағы тауық етін дайындайтын боламыз. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай тауық аяқтар қажет болады. Видеода көрсетілгендей етіп майда бөліктерге бөліп аламыз. 2 орташа пияз майдалап жіңішке етіп турап аламыз. Сарымсақ күштен өткізіп, немесе осылай майда етіп турасаңыздар болады. 1 болгар бұрышы. Барлығын дайындап, бір ыдысқа салып аламыз. Міне, енді кірісе берсек болады. Табамызды отқа қойып, қызған кезінде сұйық май құямыз. Тауықтарымызды салып, екі шетінен қызартып қуырып аламыз. Тауықтарымыз қызарғаннан соң, бетіне пияз, сарымсақ, болгар бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Осы кезде татымына қарай тұз, бұрыш, тауыққа арналған әртүрлі дәмдеуіштер өз қалауыңызша сеуіп, жақсылап араластырамыз. Пиязымыз өлгеннен соң, бетіне қаймақ салып, ыстық қайнап тұрған су құйып, жақсылап араластырамыз. Міне осылай қайнаған сәттен бастап 20-25 минут толықтай піскенше дайын қыламыз. Күрішпен немесе пюремен берсеңіздер болады. Өте дәмді, дайындап көруге кеңес беремін. Каналға жазылып, лайк басыңыздар.